Жаз өмір бір өзіңе құштар жаным, өзіңнен қалам болып ұшталғанмын. Мен саған мәңгілікке қарыздармын, қырандай биігіңе ұштарманым деп жырлағандай Үміткүл Олжайқызы 1953 жылы өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан, айтар ойын анық жеткізе алатын Үміткүл апайдың жан сезімі, дүниетанымы, жүрек лүпілі туған елінің, өскен ортасының жарқын тұлғаларына арнаған іңкәр көңілі мен ыстық махаббатын өлеңдері мен толғауларынан айқын аңғаруға болады. Үміткүл Олжайқызының өлеңдері шыншылдығымен құнды, ал осы қарапайымдылық астарына үңілсек, айшықты өмір иірімдер жатқанын пайымдайсың. Алғыс хаттар мен сертификаттармен марапатталған, поэзия өнердің ең жоғарғы тегі, өлең мен ақын дегенді әркім өз дәрежесінде бағалап анықтама беріп жатады. Өлең жүрек жарықтықтың тереңінде қайнап шығып, 62 тамырыңды қуалай жүгіріп, тұла бойыңды сиқырлы сәулелермен буып, сонан соң санаңның сүзгісінен өтіп барып жарыққа ұмтылатын жандірлі. Үміткүл Олжайқызының өлеңдері Кеңгірдің кербез толқыны атты топтамада Алматы баспасынан, Жезқазған аймақтық шабыт қоғамдық қорынан 1999 жылы жарық көрген. Бақыт бағы жыр жинағы омбыдан 2001 жылы жарық көрді. Жұлдыз ғұмыр атты өлеңдері мен толғаулары 2003 жылы Алматы баспасынан, Мен тау қызымын Алматы қаласындағы ел шежіре баспасынан 2007 жылы, Жаңа өлеңмен жүздесу жобасының қорытынды жыр жинағында Жезқазған асар полиграфиясында 2018 жылы Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жарық көрді. Қалалық Сарыарқа, Мысты өңір, Сәтбаев қалалық Шарайна газеттерінде бірнеше өлеңдері жарық көрді. Өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан, айтар ойын анық жеткізе алатын Үміткүл апайдың жан сезімі, дүниетанымы, жүрек лүпілі туған елінің өскен ортасының жарқын тұлғаларына арнаған іңкәр көңілі мен ыстық махаббатын өлеңдері мен толғауларынан айқын аңғаруға болады. Қуанышпен қарсы алам ақтаңдарды, іздеп келем атаусыз жатқандарды. Тауда тудым, тауда өлем әділетті, тау құдіретті атымды сақтар мәңгі. Ал осы қарапайымдылық астарына үңілсек, айшықты өмір иірімдері жатқанын пайымдайсың.